Жалпы массивті элементтердің орнын ауыстыру үшін біз қандай да бір айнымалы алуымыз керек. Буфер ретінде, алмастыратын ретінде. Мысалға қарайтын болсақ, мына жерде 10 элементтен тұратын массив берілген. Мінекей. Бұл жерде алмастырып жатырық. Мінекей буф деген айнымалы арқылы A0 индекстегі элементпен A1 индекстегі элементті. Алдымен буф тең A0 индекс дейміз. Одан кейін A0 индекске A1 индексті теңестіреміз. Ал A1 индекске буфты әкеліп теңестіреміз. Буфта бізде тұр 7 деген элемент тұр. Саны A0-ге әкеліп біз A1 теңестіріп, бұл жерде -5 тұр. Оқтан да мінекей мынадай болып -5 және 7 болып орындары алмасады шығарған кезде. Енді түсінікті болу үшін мысалды қарастырайық. Мінекей import array as r массивімізді алдымен сипаттаймыз. array integer бүтін типтегі 10 массив элементі мінекей берілген. Оларды принттеп бірінші шығарып алайық түсінікті болу үшін. Одан кейін мінекей кез келген айнымалы аламыз. Мысалға s тең d7 индекстегі элементті бізде 7 индекс мінетілі 8 элемент ол 1. Осыны S-ға осы D7-ні әкеліп теңестіреміз. S уже 1-ді меншіктеп алды. 1 деген санды. Одан кейін D7-ге теңестіреміз. D0 индекс 8-ді әкеліп теңестіреміз. Бұл жерде 8-ді меншіктеп алады D7. Одан кейін D0 индексті әкеліп S-ны меншіктеміз. S дегеніміз бізде нешінші 7-ші индексті меншіктеп тұр еді. S келіп осы D0-ге орналасады. Енді орындауға жіберейік. Мінекей. Бізде бастапқы массив элементтеріміз мінекей принтта деп біз шығарып кеттік. Түсінікті болу үшін енді бізде нәтижеміз 1 келіп түсті. Мінекей 0-ші индекске ол біз мына жерде тұрған болатын. 8 бен 1-дің орны ауысып тұр.